Екінші сынып қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Оқушылар, бүгінгі жаңа тақырыпты анықтау үшін сандарда жасырынған құпия сөздерді табайық. Ол үшін төменде көрсетілген сандарға сәйкес әріптерді орналастырамыз. Қандай сөз шықты? Барлығымыз бірге оқиық. Антоним. Демек, бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз антоним дегеніміз не? Оқушылар, қандай сурет көріп тұрсыңдар? Қарындаштар. Бұл екі қарындаштың қандай айырмашылығы бар екен? Бірінші қарындаш қара, екінші қарындаш ақ. Қара түсті қарындаш қысқа, ақ түсті қарындаш ұзын. Қара түсті қарындаш жуан, ақ түсті қарындаш жіңішке. Демек, қара, ақ, қысқа, ұзын, жуан, жіңішке сөздері бір-біріне қарама-қарсы сөздер екен. Мұндай сөздерді оқушылар антонимдер деп атаймыз. Сөздер мағыналарына қарай антоним, синоним, амоним болып бөлінеді. Тілімізде мағынасы қарама-қарсы сөздер кездеседі. Мұндай сөздерді антонимдер дейміз. Мысалы, алыс жақын, тар кең, ыстық суық. Оқушылар, тапсырма орындайық. Тырқыз-тырғыш әдісі арқылы көріп тұрған суреттеріңе сәйкес антоним сөздерді табайық. Күн, түн, семіз, арық, ескі, жаңа, ұзын, қысқа. Керемет. Келесі тапсырма. Ертегіні мұқият тыңдап, антоним сөздерді дәптерге жазыңдар. Бір күні көпірде екі лақ бір-біріне қарама-қарсы кездесіп қалады. Оның біреуі ақ лақта, екіншісі қара лақ. Екеуі де бір-біріне жол бергісі келмейді. Сонда қара лақ былай дейді: «Ей, ақ лақ, сен маған жол бер. Мен сенен үлкенмін. Мен қыста туғанмын, ал сен жазда туғансың. Сондықтан да сен маған жол беруге тиіссің. Үлкенге құрмет, кішіге міндет дегенді білесің бе?» Ал ақ лақ болса жол бергісі келмей былай депті: «Жоқ, сенің жасың үлкен, менің жасым кіші болса да, менің сенен бойым ұзын, сенің бойың қысқа. Сондықтан да мен неге саған жол беруім керек?» Ол екеуі ұзақ айтысып тұрып алады. Ақырында екеуі де жол бермей екі жаққа қайтып кетті. Оқушылар, дәптерге жазған сөздерімізді бірге тексерейік. Ақ, қара, ұзын, қысқа, жас, қыз, үлкен, кіші. Барлықтарың дұрыс орындадыңдар деп ойлаймын. Оқушылар, келесі тапсырма. Сәйкестендіреміз. Ащы сөзіне антоним тұщы. Қалың сөзіне антоним жұқа, ұзын, қысқа, бүгін, кеше, терең, таяз. Керемет. Келесі тапсырма. Өлеңді оқып, антоним сөздерді тап. Күндіз де көреді, түнде де көреді. Жәнібек киноға жанын да береді. Ал енді қараңыз, азыпты балаң жүз, әйнексіз көрмейді, әлжуаз баламыз. Оқушылар, өлеңде кездескен антоним сөздерді бірге тауып көрейік. Күндіз, түнде, көреді, көрмейді. Оқушылар, теледидардан күндіз түні кино көру дұрыс па? Дұрыс айтасыңдар. Теледидардың алдында ұзақ отыру денсаулығымызға зиян. Сабақты қорытындылайық. Ол үшін дәптерімізге мидың суретін салып, сабақ кезінде меңгерген білімдеріңді білдіретін сөздермен толтырыңдар. Жасаған жұмыстарыңды мұғалімге жіберуді ұмытпаңдар. Үй тапсырмасы 11-ші жаттығу 9-шы бет. Оқушылар, 2 жұлдыз 1 тілек арқылы бүгінгі сабағымыз туралы пікір білдірейік. Бүгінгі сабақта 2 ұнаған нәрсені айтайық. Және бүгінгі сабақты жақсартуға қажет ететін нәрсе не деп ойлайсыңдар? Рахмет, сау болыңдар.